Борис Львович Васильев 1924 жылы 21 мамырда дүниеге келген кеңес жазушысы, сценарийші, КСРО мемлекеттік сыйлығының және Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, Ұлы Отан соғысының қатысушысы, Мәскеу жазушылар одағының және Ресей кинематографистер одағының мүшесі. Васильевтің әдебиеттегі алғашқы тәжірибелері драматургия саласына қатысты болды. 1950 жылдардың ортасында ол ешқашан қойылмаған танкисті пьесасын жазды, бірақ ол атты аңызға айналған офицеры фильмінің сценарийінің негізі болды. Драматург «Стучите, откроется», «Веселый трак», «Начало», «Отчизна моя Россия» және «Длинный день» пьесалары мен сценарийлерін жазды. 1960 жылы ол кинематографистер одағының мүшесі болды. Васильев өз кәсібін прозадан тапты. «А зори здесь тихие» повесі жазушының есімін кеңінен танымал етті. «Зенитші қыздар» тобының неміс диверсанттарына қарсы тұруы туралы әсерлі оқиға ешкімді бейжай қалдырмады. Әр кейіпкердің мінезіне мен күзелесін асықпай әңгімелеген Васильев олардың қазасын, трагедиясын, соғыстың барлық қасіретін жеткізе білді. «В списках не значился» романына жазушы құламаған алайда қансырап қалған Брест бекесінің қаһармандық қорғанысы туралы баяндады. Кеңес дәуірі автордың көптеген шығармалары соғыс тақырыбы мен ардагерлердің тағдырына арналған «Великолепная шестерка», «Вы чё, старче», «Неопалимая купина» олардың барлығы қайғылы аяқталуымен ерекшеленді. Васильев оқырманды жанның летаргиялық ұйқысынан осылай ғана оятуға болады деп сенді. 1980 жылдардың басынан бастап Васильев өз шығармашылығында үлкен әдеби формаларға бет бұрды. Ол дворяндар әулетінің тағдыры туралы отбасылық жыр жазды. Кейін ол Олегтен бастап Александр Невскийға дейін ежелгі Ресей князьдері туралы цикл құрды. 1997 жылы жазушы Сахаров атындағы «За гражданское мужество» сыйлығын жеңіп алды. Васильев Борис Львович орыс әдебиетіне шайқас алаңдағы шындықты айтқан майдангер жазушылардың ұрпағына жатады. Васильевтің кітаптары кеңестік және ресейлік оқырмандар арасында кеңінен танымал болды.